Қайран елім қазағым, қайран жұртым, айналайын қазақ елім. Сіздерге Талдықорған қаласының ата-аналары үндеу саламыз. 2022 жылдың 4-5 қаңтарында Талдықорған қаласында әр қазағым жалғызым деп жаңа өзендегі бауырларымыздың бейбіт шеруін қолдап, Алматы облысының ер азаматтары бейбіт шеруге шыққан еді. Шерудің арты қайғылы жағдайға ұласты. Бұны дүние жүзі естіп, көріп, біліп отыр. Айналайын қазағым, сіздерге Талдықорған қаласын біреудің әкенісі, балалары, аға бауыры заңсыз қамауға алынып, зардап шегіп отырған ер азаматтарымыздың зар илеп, жандарын шүпірекке түйіп, қайда барарға жер таппай, кімдерден көмек сұрарын білмей, аңыраған ата-аналар сіздерге жан айқайын жеткізу үшін үндеу жолдаймыз. Қалың елің қазағым, сіздерден сұрайтынымыз, осы қаңтар оқиғасынан зардап шеккен ер азаматтарымызды қолдап, соларды ақтап, азаттыққа, бостандыққа жіберулерін талап етіп, біздермен бірге үндеу қоссаңыздар екен. Аналарды еңіретіп, зарлатып қойған мына заманымызда қазақ елін бізге қолдау көрсетсеңіздер екен. Болашақ жастарымыздың өміріне балта шапқызбайық. Ата-бабамыздан келе жатқан бір-біріне жанашыр қазақ елім, елім, жерім, қазағым деген ер азаматтарымыздың аналарының қан сорғалаған көз жастарын тоқтатуға тек бүкіл қазақ еліміз болып, президентіміз Қасым Жомарт Тоқаевқа үндеу жасап тоқтата аламыз. Бізге тек қамауда отырған ер азаматтарымызды таза ақтап, бостандыққа шыққан, елімізге бейбітшілік орнағанын қалаймыз. Құрметті қазақ елім, сіздерден бізді қолдауларыңызды сұраймыз. Қамауда отырған ер азаматтарымызға бостандық, 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 бостандық.